Тереза ана азап шегушіге көмек көрсеткен үшін дүниежүзілік Нобель сыйлығының иегері. Тереза ананың өсиеттерін жариялауды бастаймыз. Адамдар жөнсіз, қисынсыз және өзімшіл болады. Бәрібір кешіре көріңіз. Егер сіз мейірімділік танытсаңыз, ал адамдар болса құпия жеке пиғылдан деп кінәласа, бәрібір мейірімді болыңыз. Егер сіз табысқа жетсеңіз, сіздің көптеген жалған достарыңыз және нағыз жауларыңыз пайда болуы мүмкін. Бәрібір табысқа жете беріңіз. Егер сіз адал және ашық болсаңыз, адамдар сізді алдайтын болады. Бәрібір адал және ашық болыңыз. Жылдар бойы құрастырғаныңыз бір сәтте құрып кетуі мүмкін. Бәрібір құрастыруды жалғастырыңыз. Егер сіз мұңсыз бақытқа бөленсеңіз, онда басқа адамдарда көре алмаушылық туындайды. Бәрібір бақытты болыңыз. Адамдар бүгін жасаған игі ісіңізді ертең ұмытып кетеді. Бәрібір игі іс жасауды жалғастырыңыз. Сіз туралы кімнің не айтқаны маңызсыз. Мұның барлығын күлкімен қабылдап, өз ісіңізді жалғастырыңыз. Бірге ғибадат қылып, ынтымақта болыңыз. Адамдармен барыңыздың ең жақсысымен бөлісіңіз. Бұл оларға ешқашан жеткілікті болмайды. Бәрібір ең жақсысымен бөлісуді жалғастырыңыз.